Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді рулеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Оған керекті заттар: жұмыртқа 6 дана, шекер 180 грамм, ұн 200 грамм, әсел 1 шай қасық, сода 1 шай қасық және де уксус 1 шай қасық. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Ағын жақсылап пышный болғанша миксерлейміз. Үстіне аз-аздан шекерімізді салып отырамыз. Миксерлеп болдық, және де оған 1 шай қасық содамызды, 1 шай қасық әселімізді және де 1 шай қасық уксусымызды құямыз және бір миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан соң бір-бірлеп жұмыртқамыздың сарысын салып отырамыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Мінеки миксерлеп болдық. Келесі ұнымызды салып, осы лопаткамен астынан үстіне қарай аударып отырамыз. Миксерлеуге болмайды, себебі массамыз отырып қалады, басылып қалады. Ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз, бөліп саламыз. Мінеки араластырып болдық. Енді дайын тестамызды формамызға құямыз. Рулетіміз бисквиті дайын. Ыстықтай осы күйінде осындай матаның үстіне аударып, пергаментін ақырындап шешіп аламыз. Мінеки алып тастадық. Енді осыны ыстық күйінде осы орамалға орап шығамыз. Орап суығанша қойып қоямыз. Біз оған дейін кремімізді дайындаймыз. Менде мұнда творожный сыр 100 грамм, сливки 250 грамм, шекер 50 грамм. Жақсылап миксерлейміз. Мінеки креміміз дайын. Рулетімізде суыды. Енді кремімізді рулетіміздің үстіне жайып шығамыз. Мінеки жайып шықтық. Енді ақырындап ораймыз. Рулетті 180 градуста пісіресіздер. Мінеки рулетіміз дайын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды, каналыма подписать етіп, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.